Бәріне сәлем, бүгін осындай ыдыстарымыздың барлығын жылтыратып жуатын боламыз. Бұл жылтыр ыдыста бір сүттің күйгені, тамақтың күйгені болса, кетуі кішкене қиындау, сол үшін осы әдісті қолданып көріңіз. Ыдысты төңкеріп, үстіне бір ас қасық тұзды шашып шығамыз. Оның үстіне кез келген уксусты құямыз. Уксусты құятын кезде маска кигеніңіз жөн, немесе аяғыңыз ауыр болса, бұл әдісті қолданбаңыз, себебі уксустың иісі қатты шығады, өздеріңіз білесіздер. Сосын осындай губканың көмегімен барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Сосын 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін губкамызды сулап, барлық жерін сүртіп шығатын боламыз. Сол кезде өзіңіз де куә боласыз. Ыдыс сразу жылтырап әдемі болып шығады. Міне қараңыз, ештеңе жаққан жоқпын, тек қана уксус пен тұздың көмегімен барлығы жылтырап шыға келді. Сізге лайфхак ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып сақтап алуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлшат, достарыңызға таратып, міндетті түрде жасап көріңіздер.